Ұшатын Пауло. Үй жануарлары тұратын қора мен бақшаны бөліп тұрған қоршауда бір өрмекші өмір сүріпті. Күн сайын ол өрмегін тоқыған өрмегін қоршауға іліп қоятын. Бұл өрмекші айналасындағылардың барлығының мазасын алатын. Осы үйдің әйелі бақшаға келгенде, дуалға сенген кетпен немесе тырманы көтермек болғанда, өрмекшінің бүкіл торын өзіне қарай тартып алады. Ашуланып, ол өзіне жабысып қалған торды тазарта бастайды. Ал өрмекші болса, еш нәрсе болмағандай, жаңадан өрмек сала берді. Әйел өз бақшасын қатты жақсы көрді. Өсімдіктерінің қалай өсетінін көру оған қымбат болды. Қорадағы шарбақтың арғы бетінде ешкілер мен қойлар тұратын. Әйел бақшаға кіргенде ешкілер мен қойлар оның дуалдың үстінен өсімдіктер мен арамшөптердің жаңа піскен жасыл шыңдарын оларға қарай лақтыруын күтетін. Алайда бақшаның керемет көрінісін өрмекшінің торы жауып тастады. Ешкілер торды жиі мүйіздерімен бұзып тастайды, бірақ өрмекші торын қайта құрды. Торға шыбындар мен шіркейлер түсетін, ал үлкен аралар оларды өрмекшіге қалдырмай бірден тордан босатып алып кететін. Өрмекшінің торы әрине бөлінетін, ал өрмекші болса оны бірден жаңартып тоқитын. Өрмекшінің табанды құлшынысына шарбақ бойымен келе жатқан кішкентай мысық назар аударды. Ол күнде өткен сайын айтатын: «Өрмекші, сен жалғыз өмір сүруден жалықпайсың ба? Ешкімге пайдасыз істермен айналысып жүрсің» дейтін. Мысалға, қазір көбелектер бір-бірімен билей бастайды, ал сен жалғызсың. Ал мына аралар гүлден гүлге асығады, шелектерін балшырынға толтырады. Сен мұнда да жалғызсың. Сары көбелектер түймедақ гүлінің үстінде көңілді ұшады. Сен тағы да жалғызсың. Мүмкін сен өзіңе достарды табасың. Өрмекші айтты: «Бұл көбелектер, жәндіктер мен аралар менімен дос болғысы келмейді. Әрине, сен оларды аулайтын болғандықтан сенімен ешкім дос болғысы келмейді. Неге оларды ұстайсың? Мен ұша алатындарды ғана ұстаймын». «Демек сен оларға қызғанышпен қарайсың», деп ашуланды мысық. «Мүмкін. Менің де ұшқым келеді. Олай болса, арманыңды жүзеге асырудың жақсы жолын тап», деді мысық. Өрмекші бұл туралы ойлайды. Расында оның достары болмады және өмірі де қызықсыз болды. Сонда өрмекші армандай бастады. «Дұрыс айтасың, мысық. Мен көп өрім тоқимын. Күндіз барлығы бақшаға жиналғанда, мен олардың үстіне торымды лақтырып, бір-біріне жақындатамын. Сонда бәрі мені танып, бір-бірімен де танысады. Барлығы маған және менің әрекетіме таң қалатын болады. Мен үй иесін де байлаймын. Ол өсімдіктерді жақсы көреді ғой, жәндіктерді де жақсы көретін болады. Бұл нағыз мереке болады. Мен оны шуақты жазды күн деп атаймын». Жоқ, өрмекші, тоқта. Бұл жоспар мүлдем сәйкес келмейді. Ешкім байланғанға қуанбайды. Одан да сен өрмегіңді басқа мақсаттар үшін пайдаланғаның жөн. Арманыңды есте сақта. Бұл ең бастысы», деді мысық толқып. Сонымен күздің бір ашық және жылы күні, әйел піскен қызанақ теруге бақшаға келген сәтте, көбелектер мен шыбын-шіркейлер күн сәулесіне қайтадан бір-бірімен топталып жиналған кезде, олардың барлығы өзі тоқыған әуе шарымен ұшып бара жатқан өрмекшіні көрді. Жан-жақтан жәндіктердің айқайы естіле бастады. «Бұл не? Бұл әуе шары ма? Онда кім ұшып бара жатыр екен? Я, бұл өрмекші. Барлығын торымен ұстаған сол өрмекші.
Мәссаған, қараңдар, ұшатын өрмекші. Атыңыз кім болады? Мені Пауло деп атаңыз. Менің атым Пауло. Қайырлы күн, мен Пауломын, деп өрмекші барлығын қуана қарсы алды. Сіз білесіз бе, деді бір шыбын екіншісіне. Мен бұл өрмекші енді өзінің қорқынышты торын жасамайды деп естідім. Иә, деп жауап берді екінші шыбын. Бұл туралы мен де естідім. Бір қымытты айтты. Мен бұл өрмекшіден мүлде қорықпаймын. Менің ойымша, сіз онымен достасасыз, деді екіншісі. Алдыңғы аяқтарын айқастырып тұрған көбелек. Пауло, сіз ұшудың өзіндік әдісін ойлап таптыңыз, деп таңдатып айқай салды. Жарайсыз, Пауло мырза, сіз нағыз өнертапқышсыз, деп қоңызда қолын шапалақтады. Өрмекші өзінің әуе шарынмен жәндіктердің ортасында ұшып жүрді. Ал қуанышты әйел өрмекшінің өрмегінде жиналған жәндіктерді де байқамай, шелегін піскен қызанақтарымен толтырды. Өрмекшіге қарап таңдағандықтан ба, әлде ұзын әрі шырынды қызанақтардың жапырақтарын күткендіктен бе, қойлар мен ешкілер қалыспай маңырай бастады. Осылай өрмекшінің арманы орындалды. Бұл нағыз мереке, оның шуақты жазды күн болды.